Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Менің атым Балша. Мен бүгін сіздерге жолға шыққан кезде мүлдем ұмытуға болмайтын 10 зат туралы айтпақпын. Сақтап алыңыздар, түртіп алыңыздар, керек кезде, жолға шығар кезде қарап бір естеріңізге түсіріп алыңыздар. Сонымен кеттік. Ең бірінші кезекте әрине жолға шыққан кезде ұмытуға болмайтын дүние ол құжаттар мен банк карточкасы. Міне, паспортта әрине ұзақ жолға шетелге шыққан кезде удостоверениемен ел ішінде жүре беруіңізге болады. Содан кейін банк карточкасы міндетті түрде деп ойлаймын, төлем жасау үшін әрине. Одан кейінгі кезекте менде екінші орында, тіпті бірінші орынға қойсам да болар еді бұны ұялы телефон мен зарядка. Ұялы телефон, зарядка деп міндетті түрде екеуін қатар айтып жүремін, себебі біреуін ұмытсаң, екіншісінің қызметінің еш қажеті жоқ болып қалады кей кезде. Сондықтан міндетті түрде керек дүние, тіпті банк карточкасын ұмытып кетсеңіз де, ұялы телефоныңызды ұмытпаған дұрыс. Себебі көп жағдайда бізде қазір төлемді осы телефон арқылы онлайн төлем жасауға болады. Сондықтан ұялы телефон ол өте маңызды деп есептеймін. Содан кейінгі үшінші орындағы дүние, мен өзім оны ылғи ұмытып кете берем. Көп жағдайда онлайн төлемге үйреніп алғаным соншалықты, кейде мынандай қағаз ақшаны, жай ақшаны ұмытып кетем. Соның кесірінен кейде төлем жасай алмай қалатын жағдайлар көп болады. Көп жерлерде бізде өкінішке қарай елімізде көп аймақтарда интернет дұрыс ұстамайтын жерлер өте көп, өкінішке қарай. Сондай кезде осындай қаражатпен, қағаз ақшамен төлеуге тура келеді. Сондықтан кейбір аймақтарда мен байқадым, мен бір жерге барған кезде Каспий голдпен төлей салайын сізге деген кезде, Каспий голд деген не деген сұрақ қойған кездер болған. Сондықтан ондай да болады екен. Сондықтан жай ақшаны ұмытпаған дұрыс. Содан кейінгі кезекте менде міндетті түрде осы коронавирус инфекциясы басталғалы, пандемия басталғалы өте кең тараған дүние, әрине санитайзер мен маска. Мен ойлаймын, бұл пандемия біттіп, коронавирус мүлдем құрып, жоқ болған күннің өзінде маска мен санитайзер қалуы керек. Бұл біздің өмірімізге бір еніп кету керек деп ойлаймын, себебі көптеген вирустар бұған дейін де, мысалы қыс басталса көбіміз мысалы тұмауратамыз, ал маска таққалы көп адамдар тұмауратпапты. Жай тұмаудың өзінің мысалы бәленбай түрі бар. Айтады, жылына 10 мыңнан астам адам жыл сайын тұмаудың асқынған түрінен дүниеден озады деп айтып жатады. Сондықтан тіпті басқа да дем арқылы, ауа арқылы тарайтын басқа да аурулардың түрлері өте көп. Сондықтан шетелге барсаңыз да, тіпті басқа жақтан басқа ауру жұқтырып келмес үшін маска тағуды әдетке айналдырған дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, Азия елдері, Жапония, Корея сияқты елдер баяғыдан маска тағуды әдетке айналдырған, ол өте жақсы. Сондықтан мен өзім маска тағып санитайзер пайдаланғанды өте дұрыс деп есептеймін. Егер сізде мысалы тұмауратып басқа бір жеңіл ауру болса да, сіз басқа адамдарға жұқтырмайсыз, басқа адамдардікін өзіңізге қабылдамайсыз, ол өте жақсы дүние деп есептеймін. Содан кейінгі кезекте менде әрине аптечка. Қай жолға бармасаңыз да, қайда бармасаңыз да аптечка міндетті түрде болуы керек деп есептеймін, себебі бұл енді жаман айтпай жақсы жоқ, қандай жағдай орын алатыны белгісіз, сіз үйіңізде емессіз, басқа жақта жүрсіз. Сондықтан міндетті түрде температураға қарсы дәрі, себебі не болатынын білмейсіз ғой. Кез келген ауру, көп аурулар температура береді ауырған кезде. Одан кейін іш ауруынан, асқазан ішек жолдарының бұзылуынан дәрілер міндетті түрде, әсіресе шетелге барсаңыз, мысалы экзотикалық тамақтар жеген кезде іш бұзылуы мүмкін. Басқа да бір қонаққа барған кезде де, мысалы қарапайым ет жеп те уланып жататын адамдар болады. Сондықтан ондай дүниелер. Содан кейін бинт, мақта деген нәрселер міндетті түрде керек қой негізі. Әрине
басыңыз ауыра қалса, сосын мен міндетті түрде алатын дүние, мысалы Алматының ауа райы мен Астананың ауа райы, мысалы екеуі екі бөлек, иә. Мысалы Алматыда күн ыстық болып тұрған кезде, Астанада күз кезінде күн суық болады. Сондай жағдайда кешкісін ұйықтар алдында, мысалы Астанаға барған кезде, аяғыма, қолыма, арқама қыздыратын мазь жағып алам, суыққа қарсы. Сондай өте қажет дүние деп есептеймін. Одан кейінгі нәрсе, әрине, міндетті түрде шампунь, мочалка, сабын, жаңағы тіс жуатын паста және тарақ. Бұндай заттарды негізі, егер шетелге барсаңыз, мынандай шампунь, мампунь ішінде нелер бар дүниелерді, сұйықтығы бар дүниелерді мынандай пакетке салуға міндеттеледі кейбір аэропорттарда. Сондықтан желательно осындайға салып жүрген дұрыс қой. Одан кейінгі келесі кезекте, әрине мен әйел адам болғандықтан, маған міндетті түрде косметичка, декоративный косметика, уходовый косметикаларымды міндетті түрде ұмытуға болмайды. Егер сіз әйел адам болсаңыз, әрине мен сізге ұмытпаңыз деген кеңес берер едім. Содан кейін жер ауыстырған кезде теріге әсер етеді ол міндетті түрде. Егер сіз суық жерге барсаңыз, немесе ыстық жерге барсаңыз, климат ауысқан кезде бетке бөрткендер шығуы мүмкін, немесе бет жарылуы мүмкін, қараюы мүмкін, дақтар пайда болуы мүмкін. Сондай жағдайда крем, күнге қарсы крем, жаңағы күн сәулелерінен қорғайтын кремдер, сосын тональный крем деген сияқты нәрселер жақсы қорғайды. Сондықтан соларды алған жөн. Одан кейінгі дүние менде міндетті түрде салфетка, влажный салфетка, сосын бумажный салфетка, қағаз салфеткамен дымқыл салфетканы міндетті түрде алып жүремін. Оны не үшін керек екенін түсіндірудің қажеті жоқ шығар, өздеріңіз де түсініп тұрсыздар ғой. Содан кейінгі менде ең маңызды дүниелердің бірі ол мынандай киім, жылы киім. Мен мынандай алды ашылатын, мынандай замокпен киім алып жүрген жөн санаймын. Осы менің сүйікті кофтам. Тоңған кезде, климат ауысқан кезде сіз білмей қаласыз да, қандай климат болатын баратын жеріңізде. Сондай кезде кейбір жерлерде киіп аласыз, кейбір жерлерде киіп тез шешу үшін алды ашылатын, алды мына замокпен ашылатын, немесе түймемен ашылатын болған жақсы да. Енді кие саласыз, шеше саласыз. Мойнынан сұғып, бүйтіп киіп жатпайтын киім болған дұрыс деп есептеймін. Енді ол өзіңіздің қалай ұнайды, солай аласыз. Кейбір кісілерді мен көрем, самолетта кондиционер қосады ғой, сол кезде кейбір кісілер тоңған кезде шарф жамылып алады. Үлкен шарф алып жүретін адамдар болады да. Мысалы, кейбір ыстық елдерде кейбір жерлерде кондиционер қатты қойып қояды, сұп-суық болады. Далаға шықсаң ыстық болады. Сондай уақыттарда осындай киімдер өте қажет та, сыртынан жамыла салатын. Одан кейінгі менде тағы бір айта кететін соңғы нәрсе, ол менде міндетті түрде болатын мынандай перекус. Орех, неше түрлі бутерброд жасап алсаңыз мүмкін болады. Мынандай орехтар алам, шағын пакетке салып, қарын ашады. Кей кездерде, мысалы, әуежайда, вокзалда күтіп отырған кезде, мысалы, пойызыңызды күтіп отырған кезде қарыңыз ашуы мүмкін. Сол кезде сатып аласыз. Сатып алғанша қолыңыздағы бар перекусыңызды жей бересіз. Кей кезде, мысалы, әуежайлардың көбінде, мысалы, тамақтар қымбат болып келеді, бірнеше есе қымбат. Сол кезде өзіңіздің барыңызды қанағат тұтып жеп отыра бересіз. Ол өте жақсы дүние деп есептеймін. Мен енді асқазаным ауырады, сондықтан маған енді үнемі тамақ жеп, аз-аздан тамақ жеп отыру керек. Соған маған өте жақсы. Менің бар жаңағы өте қажетті, жол жүрген кезде өте ұмытпау керек нәрселерім осы.
егер де сізде жоқ бұлай емес, мына нәрсені алу керек, мынаны алудың қажеті жоқ дейтін болсаңыздар, оның бәрін комментарийға қалдырыңыздар. Мүмкін мен бір нәрсені ұмытып кеткен шығармын, бір адамдарға қажет болып қалатын шығар сіздің кеңесіңіз. Сондықтан астыға комментарий жазуды ұмытпаңыз. Мен тағы да бір нәрсе айта кетейін. Комментарийлардың ішінен өзіме ұнаған комментарийларға, комментарий иелеріне сыйлықтар беріп отырамын. Қаржылай сыйлық беруі мүмкін, басқа да сыйлық беруі мүмкін, косметика, қыз балаларға, ер адамдарға, басқа ер адамдарға арналған заттар сыйлап отырғым келеді. Сөйтіп сіздерді қуантып отырам. Сондықтан лайк басып, комментарий жазып, пікір білдіруге, белсенді болуға ұмытпаңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Барлығы сіздер үшін, қазақ контентті дамыту үшін осының бәрін жасап отырмын. Сондықтан менімен бірге болыңыздар, менің саяхаттарымды тамашалаңыздар, ұмытпаңыздар, лайфхактарымды көріп отырыңыздар. Сау болыңыздар.